Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз осындай керемет дәмді, өте дәмді сусын, яғни компот дайындаймыз. Бұл компотты сливадан дайындадым. Ішіне тағы да асар ретінде басқа да жемістерді қоссаңыздар болады. Ал слива менің бақшамда өсіп тұрған, сондай свежий, сондай сливадан дайындадым. Енді дайындалу барысы бізде буланған, тазартылған жаңа банкаларымызға осылай сливаны салып шығамыз. 700 граммнан немесе осылай банканың 1/3 бөлігіне салып шығуларыңыз керек. Және бояу шықсын деп мен шие де салдым. Шие болмаған жағдайда сливаның құру өзінен де бояу шыға береді. Және үйіңізде алма болса, алманы да бөліктерге бөліп қоссаңыздар болады. Міне осылай барлық банкаға салып, қайнап тұрған суды үстілерінен құйдым. Осылай барлық банкаға құйып шығасыздар. Және оның ауыздарын жауып 1 сағатқа қойып қоясыздар. Ол өзінің бояуы шығады, жемістердің барлығы стерилденеді. Солай қойып қоясыздар. Және жаңа әр банканың үстіне 1 пиала шекерден салып қоямыз. Суды қайтадан ыдысқа құйып, бір қайнатып аласыздар. Міне осындай түс береді, әдемі түс шығады. Және барлығының үстіне осылай құйып, банкаларымызды жауып тастаймыз. Мінекей біздің компотымыз дайын, өте дәмді болады және өте оңай. Салқындатып ішсеңіз өте керемет, әсіресе қыстың күні тамақтан кейін ішсеңіз өте керемет болады. Банкаларды осылай жауып тастаймыз. Видео ұнап жатса, каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, лайк басып, подписация батырмасын басып кетулеріңізді сұраймын. Сіздерге назарларыңызға рахмет. Тағы қандай рецепт күтетін болсаңыздар, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.